Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен үй жағдайында қолтығымыздың түсі қара және де тершең болып келген кезде не жасауға болатын оңай лайфхакпен бөлісетін боламын. Ол лайфхак бізде бірақ ингредиенттен тұрады және де 100% көмектесетін болады. Егер де сізге осындай тағы да басқа пайдалы видеолар, лайфхактар қызық болса, менің каналыма тіркеліп, ал осы видеоны соңына дейін қарайтын болыңыз. Сол кезде жаңадан берілген ақпараттар мен лайфхактарды өткізіп алмайсыз. Ал видеоға кірсек. Жаз мезгілінде бәрімізге комплексқа айналған ол қолтықтың терлеуі, иістенуі және де қара түске өзгеруі. Яғни сіз жаңағы ашық майка не купальник киген кезде сізге ыңғайсыздық пайда болады. Одан құтылуға әрине болады және оның құтылатын сан алуан түрлері бар. Бүгін мен сізбен бөлісетін лайфхак өте оңай және де барлық дәріханаларда сатылады. Ол үшін сізге керек қарапайым аскорбин қышқылы. Шамамен жаңағы ампуладағы аскорбин қышқылы 350-400 теңгеге дейін тұрады. Осы аскорбин қышқылын қарапайым ампуланы бір күнде бір ампуланы пайдаланасыз. Яғни таңертеңгісі не болмаса жаңағы сыртқа шығар алдында міндетті түрде осы ампуланы жаңағы сындырып алып, ашып алып, осыны қарапайым мақтаға құйып, күніне бір мезгіл қолтығымызды сүртіп отырамыз. Яғни сүртетін алдында міндетті түрде гигиена, тазалық, яғни қолтығымызды жақсылап жуып алып, құрғатып, сүртіп алғаннан кейін осы аскорбин қышқылымен сүртіп отырамыз. 10 күн тоқтамай сүртесіз, одан кейін 2-3 күн демалыс беріп, тағы да 10 күн осылай аскорбин қышқылымен сүртіп отыру қажет болады. Сол кезде сіз міндетті түрде результатқа жетесіз. Жаңағы қолтықтағы қара түстен құтыласыз, иістен құтыласыз және де тершеңдіктен құтыласыз. Сол үшін міндетті түрде пайдаланып көріңіз. Ал енді сізге осы аскорбин қышқылымен тағы да бір пайдалы екінші лайфхакпен бөлісемін. Ал сіздерге қыздар екінші пайдалы лайфхак ол бет күтіміне арналады. Егер де сіз бет күтіміне өте маңызды көңіл бөлетін болсаңыздар, сіздер білесіздер, бет күтімінде ең маңызды ол дәрумен витамин С. Яғни осы витамин сіздің жаңағы бет күтімінде болатын болса, бетіңіз ылғалданып, қабыршықтанбай, жаңағы өзінің жаңағы бетіңіздің түсін қалпына келтіріп, және де қара дақтардың көбеймеуіне жол береді. Осы витамин С біздің аскорбин қышқылында өте бай. Сол себепті бет күтіміне аскорбин қышқылы міндетті түрде қосып отырыңыздар. Оның жасалуды жолы өте оңай және де өте арзан тұрады. Мысал ретінде қарапайым жаңағы аскорбин қышқылын ампуласын бір штугын және де жидкий алоэ дейді, мына жерге суретін қалдырып кетемін, қарап алыңыздар. Сол қарапайым жаңағы аскорбин қышқылы және де жидкий алоэны екеуін бір ампуладан араластырып, жақсылап күніге жатар алдында бетіңізге жағатын болсаңыз, бетіңіздегі қабыну, қызару, қабыршықтану және де жаңағы әртүрлі керек емес жаңағы акне дейді ғой, безеулерден қалған іздерден құтылуға көмектеседі және де ең маңыздысы қара дақтардан оңай құтыласыз. Сол себепті міндетті түрде күніге кешкісін жаңағы аскорбин қышқылымен және де алоэ жидкий екі осы ампуланы бір-бірімен жақсылап араластырып, таза, жақсы жуылған бетті сүртіп, түнімен ұйықтап, ертесі күні бірақта жаз мезгілінде сыртқа шығар алдында SPF крем жағу қажет болады. Аскорбин қышқылын және де алоэ жаңағы жидкий екі ампуланы араластырған кездегі ең басты ережелер ол таза бетке жасалу керек,
жасалғаны ол кешкі мезгілде жасалу керек, және де таңертеңгісін сыртқа шығатын алдында міндетті түрде SPF жағу керек. Ал егер сіз бетіңіз өте қатты қабынған, не болмаса қатты сезімтал болса, ең алдымен шынтаққа жағып көріп, аллергия бере ма жоқ па тексеріп алу қажет. Егер де сіздің кішкене қышыған болса, онда ол сізге жақпайды. Ал егер сізге ешқандай реакция бермесе, осы жаңағы алоэ жидкемен аскорбин қышқылын араластырып 10-15 күн жағып, бір апта демалып, тағы да 10-15 күн жағып сүртіп отыратын болсаңыз, бетіңіз ағарады, бетіңіз қара дақтардан азаяды, қабынудан құтыласыз, және бетіңіз